Құрметті әріптестер, әрине бұл заң жобасы өте маңызды, ерекше маңызды деп айтқым келеді. Мынау қарапайым азаматтарға тікелей қатысы бар. Елге барған кезде ең көп айтылатын мәселелердің бірі бұл жаңа банк арқылы жасалатын алаяқтық, халықтың ренжитіні. Астанада отырып көп мәселені сіздер білмейсіздер, барлығын электронды түрде жасадық, барлығын қорғадық деп айтасыздар, бірақ өзіміз ойланып қарайық, ауылдық жерде көбісінде әлі көп азаматтарда интернет жоқ, 2 миллиондай адамдар күнделікті интернетпен пайдаланамайды. Жаңа біз тыңдап отырмыз, антифрод, басқа, барлық, жаңа менің әріптесім Асхат Аймағамбетов айтқандай, барлығына біз рұқсат беріп қойғанбыз онлайн және кредит алуға. Барлығы рұқсат. Біз бір жыл болды айтып келатқанымызға. Өткенде мен парламентте осы мәселені көтеріп айттым, барлығы келісті. Бірақ заң қабылдаған кезде келесі заңға деп осы заң қалдырдық. Әлі бұл мәселені шешемей келатырмыз. Автоматты түрде барлық азаматқа кредит алуға рұқсат берген сияқты болып тұр. Біз айтқан ұсынысымыз, менің келісімім болсын, сол кезде менің атыма кредит жазыңыздар. Жақында маған бір кісі келді. Біз жаңа заң қабылдағаннан кейін келіп отыр Қостанайдан. Мен февральда банкіге бардым, кредит берген жоқ. Енді 3 айдан кейін оның атына 4 банктан, бір күнде 4 банктан кредит алынған. Ешкім айлығын тексермейді. Бірден сол ақша басқаларға аударылады, ол бірден дроперлер арқылы ақшаға айналдырып жібереді. Болды. Банкілер қанша бізге әдемі сөз айтып жатыр, бірақ біреуде шешілмеген. Бүгінде берген ұсыныстарымызға жауаптар кейін шешеміз, кейін жасаймыз. Қандай асығыс бар ондай болатын болса. Мен ойымша екінші оқылымға дейін бүгінгі көтерілген мәселелердің барлығын. Алдыңғы отырыста пленарлық біздің екі әріптесіміз осы банктар туралы ойларын айтты. Кезінде біз жаңа банкілердің жағдайын енді олигополия деп айттық қой, мойындадық қой, онда кезең болды. Олигополия арқылы біз банктардың жағдайын күшейттік. Енді халыққа дұрыс заңдарды қабылдағанымыз дұрыс, қорғауымыз керек. Халық өзі қорғанамайды. Әр банкта қанша заңгерлер бар, мықты сотқа барады. Соттың барлығы тек қана банкке шешіп береді. Ресейде қараңыздар, сот 30-40% жағдайда мынау тұтынушылардың құқықтарын қорғап, банкілердің өздерін мәжбүрлейді. Бізде 100% тұтынушылар ұтылады, банктер ұтады. Айналып келгенде қарапайым халық қазір бізге ренжіп отыр. Парламентте отырып сіздер дұрыс заң қабылдай алмайсыздар деп. Сол себептен құрметті әріптестер, екінші отырысқа дейін асықпай, барлық ұсыныстарды қарап, ең жақсы тәжірибелерді енгізуді ұсынамын.